One Piece анимесінің 531 сериясынан бастап 555 серияға дейін қысқаша айтып беретін боламын. Алдыңғы серияларды көрмей қалған болсаң, оң жақ жоғарыда сілтемесі шығатын болады. Ал енді арнаға тіркеліп ыңғайланып отырып алған болсаң, мен видеоны бастаймын. Сонымен Луфилар Нептунмен кездеспей тұрып, русалкалар тауып алған бөшкені ашып көрмекші болады да, балық бас бостандыққа шығады. Сосын ол бірден 3 русалканы батпақ қабілетімен тұтқынға алады, ал русалкалардың әр қайсысын кем дегенде 70 миллионнан сатып жіберуге болатын болғандықтан, батпақ бас русалкаларға толы аралға келгеніне қуанышты. Осы уақыттарда ханзадалар Шарли ханыммен кездесіп, оның болжамында Луфи балық адамдар аралын жоятын болғандықтан, мугиваралықтарды қарындасының акуласын құтқарғаны үшін алғыс айтуды әзірше кейінге қалдыруды шешеді. Патшалыққа қарай жолда Нептун Луфиға басқа мугиваралықтарды да сарбаздар тауып банкетке алып келетінін жеткізеді. Нами болса Луфиға негізі Фрэнки және Робинмен бірге болғанын, алайда Фрэнки Томсанның туысқанымен танысуға кеткендігін, ал Робин балық адамдар аралындағы көне тарихи жазбаларды іздеуге кеткенін айтады. Рюга патшалығының сарайына жетіп қалған уақытта, Нами бұл жер 10.000 метр тереңдікте болғандықтан күннің көзі қалай түсіп тұрғанын сұрайды. Нептун болса өте үлкен Ева деп аталатын ағаштың тамыры бар екендігін, және сол тамырдың арқасында бұл жерде ауа мен күннің көзі жететіндігін түсіндіреді. Кіреберісте Нептун бәріне пузырь шығаратын коралл таратып береді. Себебі сарайдың басым бөлігі судан тұрады екен. Әрмен барлығы сарайға кіріп, сарайдың өте үлкен және өте әдемілігі барлық мугиваралықтарды тәнті қылады. Бір министр Нептунның патша бола тұра ешкімге ескертпей күзетшісіз сарайдан кетіп қалғаны үшін ұрса бастайды. Его отчитывают. Сол сәтте Луфи тамақтың иісін сезіп қалады да, иіс арқылы сарайдың ішінде қаңғып жүріп, ауасыз бір аймаққа тап болады. Тамақтасып жүрген сарбазды көріп, дұрыс бағыттамын деген оймен үлкен қақпаны кездестіреді де, банкетке жеткеніне сенімді болып ішке кіреді. Алайда бұл қараңғы бөлме болып шығады. Алға жүріп, батут сияқты бірдемеге шығып, секіріп ойнай бастағанда, Что вы делали на моей груди? Нептунның қызы, яғни Ширахоши есімді Рюга патшалығының ханшайымы Луфидан қорықпайтындығын айтады да, сол сәтте бақырып жылап көмек шақыра бастайды. Осы уақыттарда бағанағы великан балық адамның есімі Вадацуми екендігі белгілі болады да, Вандердекин одан Ширахоши ханшайымнан жауап келмегенін естиді. В общем, Вандердекин Ширахоши ханшайымды сарайдан шығармай жүрген Нептунға ашулы. Себебі оның мақсаты русалка ханшайымды өзінің әйелі қылып алу. Мы ведь так любим друг друга. Ой, я так думаю. Летучий пираттардың капитаны Вандердекин 9-шы. Қайта ханшайымды сүйетіндігін айтады да, сыйлық ретінде үлкен бір балтаны лақтырып жібергенде, кенеттен ол балта бағытын өзгертіп, Рюга сарайына қарай ұшып кетеді. Луфи Ширахошиға тек тамақ іздеп жүргенін түсіндірмекші болып тұрғанда, кенеттен Ширахошиға балта ұшып келеді. Алайда Луфи оны тоқтатып үлгеріп, шетке лақтырып жібереді. Осы уақытта ханзадалар сарайға Шарли ханымның болжамын жеткізгендіктен, министр мугиваралықтарды болашақта балық адамдар аралын құртатын болғандықтан тұтқынға алмақшы болады. Усоп болса, болашақта істелуі мүмкін деген жағдайға бола тұтқынға алу ақымақтық екендігін айтады. Ширахошидің айқайына күзетшілер келіп қалғанда, ханшайым Луфиді қолына жасырып, жаман түс көріп айқайлағанын айтып, уайымдатқаны үшін кешірім сұрайды. Күзетшілер мугиваралықтардың бірнеше русалкаларды ұрлап кетті деген күдікте екендігін ескертеді де, Зоро мас күйінде тұтқынға алынып, дәл қазір зынданда ұйықтап жатқанын және тағы үшеуін Нептунның әскері тұтқындап жатқандығын ескертеді. Кенеттен 5 минут өткенін байқап, сыртта күзетуге шығып кетеді. Ханшайым Луфиға накамаларына көмекке баруға кеңес береді. Луфи болса достары мықты болғандықтан қолға түспейтіндерін айтады да, үлкен балтаны лақтырған кім екендігін сұрайды. В общем, Вандердекин мата-мата қабілетінің көмегімен баяғыда қолын ханшайымға тигізгендіктен кез келген нәрсені лақтырса, ол нәрсе турасынан Ширахошиға ұшады екен. Сол себепті де ханшайым 10 жылдан бері сарайдан шықпай отыр.
Луфи от души дәу тамақтарға тойып алады. Русалочка Луфидің бетін қызық көріп отырғанда, Луфи оған кішкене айқайлап жібергендіктен ханшайым қайтадан жылай бастайды. Ал Луфи болса жылауықтарды ұнатпайтындығын айтқанда, ханшайым көрпеге оранып алып ренжіп қалады. Алайда Луфи қыдырып қайтуға ұсыныс жасағанда, ханшайым қызығып кетеді. Ал ұшатын қаруларды Луфи өз мойнына алады. Зынданда Зора ұйқыны періп жатады. Сарай әскерлерінің әлдері Усоптарға жетпей жатады. Нептун мукиварлықтармен шайқасудың дұрыс бұрысын түсінбей тұрады да, әзірше оларды байлап тастамақшы болады. Получайте! Зоро жалғыз өзі дым қиналмастан Нептунның соққысын тоқтатады. Вандердейкен белгіленген жерге келеді де, Ходи Джонспен күштерін біріктіріп, қол алысар алдында қолғап киіп алады. Теңіз астындағы ең қауіпті екі қылмыстық ұжым бірігеді. Кенеттен сарайда судың бәрі тартылып, құрғақ жер пайда болады. Сөйтсек, Нами үлкен пузырь шығаратын коралл тауып алыпты. Русалочка қыдырып қайтуға шешім қабылдай алмай тұрғанда, Луфи оны көндіруді жалғастырады. Усоп Зороға қашып кетудің орнына Нептунды байлап тастағаны үшін ұрса бастайды. Что сделано, то сделано. Хватит ныть. Усоп жасаған істері балық адамдар аралына келіп, сарайды басып алған сияқты көрінетіндігіне уайымдай бастайды. Сосын жандарында Луфидің жоқ екенін байқап, Нами күзетшіден қай жерде екенін сұрастыра бастайды. Где сокровищница? Крути! Почему? Нами локпостың дұрыс істемей, тоқтамастан айналып тұрғанын байқағанда, министр бұндай локпостпен новый мирда жүру мүмкін емес екендігін түсіндіреді. Осы уақыттарда ханзадалар бастаған патрульдік топ Люба патшалығының қақпасына келгенде, тұтқаны Зоро көтеріп, абайсызда сарайды жаулап алғандарын айтады да, босату үшін кемелері және команданың қалған мүшелері керек деген талап қояды. Нами тағы да миллиард ақша әкесін деген талап қоймақшы болғанда, Зоро оның сөздерін елемейді. Фукабуши ешкімге тиіспеңдер деген талаппен келіседі. Себебі қақпа сарайға кіретін жалғыз жол болғандықтан оның басқа амалы жоқ. Фукабуши кетіп бара жатып, Джинбейдің теңіз орманында күтетіндігін және Ходи Джонспен шайқаспа деген Луфиға қалдырған хабарламасын жеткізеді. Осы уақытта кунг-фу формасындағы Чоппер ұстауға келген сарбаздарды айырып тастап, енді жазылып келе жатқан Санжиға тиіспеулерін талап етеді. Кенеттен ханшайымның бөлмесіне қарай бірдемелер қадала бастайды. Нептун болса не қаласаңдар алыңдар деп, тек ханшайымды қорғауға алуларын өтінеді. Попрошу ее показать мне свои трусики. Брук бірден көмекке ұмтылып, өзімен бірге өтініп тұрған министрді ала кетеді. Ал Луфи болса ханшайымға керемет жоспар айта бастайды. Бұл жолы Вандердейкен қарудың орнына ханшайымға адамдар лақтырған екен. Кенеттен үлкен қақпа ашылады да, ханшайымды аузына салып алған акула шығады. Бірнеше сағат бұрын балық адамдар ауданы Ной. Балық адамдар базаларына ауа қосады да, Вандердейкен біріккенің арқасында Нептунды тақтан құлатып, Ходи Джонс билікке, ал өзі Ширахошиға жететіндігін айтады. Ол мата-мата фруктын жеп қойғандықтан, суда жүзе алмайтын балық адамға айналған. Бірақ есесіне лақтырған нәрсе нысанаға тиетін қабілетке иеленген. Кенеттен сол жерге Хачи келеді. Джонс болса Хачиға демалуын өтініп, адамдарға көкесін таныту үшін балық адамдар аралы керек екендігін түсіндіреді. Хачи болса сызылып, Арлонгтың шамасы жетпегесін керек емес дей бастайды да, кезінде Арлонгтың артынан ермеген старшактарға шиголдардың артынан неге еріп жүргендерін сұрайды. Бухать етіп тұрған сегізаяқ болса ақшасын төлесе болды, любой нәрсені турай беретіндігін түсіндіреді. Вандердейкен Хачи туралы естіген екен. Джонс негізі Арлонгты үлгі тұтқан, алайда Арлонг қулық қолданбай варварствомен айналысқан. Ал Ходи Джонс болса қулық бәрін қолданып, барлық адамдардың бәрін қырып тастамақшы. Хачи Луфиларды жақсы адамдар деп айтып жатқанда, Вандердейкен Хачиға қолын тигізіп, осы сәттен бастап өзінің нысанасы болғанын түсіндіреді. В общем, нені қай жаққа лақтырса да, сол зат нысанаға дөп тигенше ұшады екен. Ходи Джонс Хачидің зеріктіріп жібергендігін айтады да, Вандердейкен оны өлтіріп тастағанына қарсы емес екендігін айтады. Хачи қашып кетпекші болады, алайда Дейкеннің қарулары оған жетеді. Әрмен Джонс барлық қолға түскен адамдарды босатып, қазір оларды Дейкен сарайға қарай лақтыратындығын түсіндіреді. В общем, олар сарайға барып қадалған соң, іштен сарайдың қақпасын ашулары керек. Сонда оларды босататын болады. Ал қарсы болған адамды дәл қазір өлтіріп тастайды. Санжи тұтқынға алынып, русалкалардың ханшайымы отырған сарайға баруға келіседі. Бірақ сосын кенеттен
қолы кісендеулі болса Ханшайымға дәмді тағам дайындап бере алмайтындығын түсінеді. Сосын Чоппердің кунг-фу формасын мақтағанда Чоппер типа риза емес екендігін айтады. Министр біреудің Ханшайымды ұрлап кеткенін айтады. Ханшайым болса акуланың ішінде теңіз орманына қарай ақырындап жүзіп бара жатады. Себебі теңіз орманында оның анасы жерленген екен. Осы уақытқа дейін ол Вандердекиннің кесірінен зиратқа бара алмапты. Осы уақытта патшалықтың әскері Робинді тауып алып, дереу берілуін талап ете бастайды да, сол сәтте көтендері айырылып қалады. Ал Робин балық таксимен жолын жалғастырып, бірдемені тапқанына қуанып отырады. Ұшып келген жаңағы адамдар шынымен де сарайдың қақпасын ашуға әрекет жасап жатқанда, Зоро ханзадамен келісімге отырғандықтан сарай сарбаздарын қорғай бастайды. Ханшайым Луфидан қалай мықты болғанын сұрағанда, Луфи отжимания жасағанын түсіндіреді. Байлаудағы министр Зороның адамдарды айырып тастағанына наразы бола бастағанда, Зоро олардың қарумен бірінші болып шабуыл жасағанын айтып ақтала бастайды. Пригласить их на чай, что ли? Ну, мы пригласили их. Салғыласып жатқанда бір NPC рычагты тауып алып, қақпаны ашып жібереді. Фрэнки осы уақытта Томсанның братанын тауып алады. Братан Грандлайнда батып кеткен кеменің бәрін ағыс осы жерге әкеп тастайтындығын түсіндіреді де, Саузен Саннидің сапасын мақтап, кеме толығымен өте қымбат тұратын көне ағаштан жасалғанына ахуе болады. Фрэнки оның шынымен Томсанның братаны екендігіне күмәнданып тұрғанда, братан оған түсіндіріп береді. Қысқаша айтқанда, балық адамдарда генетикалық қан өте ұзаққа сақталатын болғандықтан, туылған бала арғы-атасының арғы-атасына тартып кетуі таңғаларлық жағдай емес екен. Кенеттен бір жалғыз өзі отырған біреуді байқайды да, ол Джимбей екендігі белгілі болады. Сарайдың қақпасы ашылғанда жаңа балық адамдар пираттары сарайға кіреді де, сарбаздармен қоса Нептунның өзі байланып дайын отырғанына қуанышты болады. Министр бірден мугиваралықтардың Джонстармен бірге екен деп ойлап қалады. Вандердейкин Ширахошидің сарайда жоқ екенін естіп паника ұстай бастағанда, Ходи Джонс оны тынышталдырып, қалай болса да оны тауып алатын қабілеті бар екенін есіне түсіреді. Дейкин болса идея үшін алғыс айтып, үлкен бір қаралды сындырады да, соның үстіне отырып Ширахошиға қарай ұшып кетеді. Если ты не достанешься мне, тогда ты не достанешься никому, Ширахоши. Нептун қайтадан жылап тұрып, Ширахошиді құтқаруларын өтіне бастайды. Нами Ходидің қолындағы Арлонгтікі сияқты белгіні көріп қалады. Министр болса төңкеріліс жасап жатқан Нептунның бұрынғы сарбазы екендігіне сене алмай отырады. Ходи Джонс болса кішкентай кезінде адамдар достарын ұрлап жатқанын көргенін айтады. Ал кезек өздеріне жеткен уақытта оларды Арлонг құтқарып қалыпты. В общем, ол Арлонгтан барлық адамдардың көздерін жою деген идеяны алған екен. Арлонг Исклюдағы барлық жерді кошмарить етіп жүргенде, Ходи оның оң қолы болу үшін тренировка жасаған. Бірақ сосын Луфи деген біреудің Арлонгты айырып тастағанын естіген екен. Сосын Ходи наркотик жемесе де қаншалықты мықты екендігін көрсеткенде, сарайдың ғимараты суға тола бастайды. Ходидің лақтырған тамшылары оқ сияқты ұшады, бірақ Зороға похуй. Ал Нептун сарбаздардың денесімен қорғап отырады. Зоро жауап соққы жібереді, Ходи адамымен қорғанып қалады. Нами Кеймимен бірге табандарын жалтыратып кетеді, ал Зоро Нептунды босатады да, Бруктарды бұл жерден шығаруын өтініп, Ходиді өз мойнына алатындығын айтады. Сосын сүңгіп кетіп, судың астында шайқасқа дайындалады. Шайқас уақытында Ходи Джонс жай адамдардың балық адамдарға шамалары жетпейтіндігін түсіндіреді. Тем более судың астында деп қаруын лақтырып қалғанда, Зоро қорғану техникасын қолданады. Похоже, будет весело. У меня мало времени. Каралды риф, пляж. Чоппер Хачиді тауып алып, оны емдей бастағанда, оларды тұрғындар тауып алып, русалкаларды ұрлағандары үшін байлап тастамақшы болады. Санжи русалкаларды қатты ұнататын болса да, ешкімді ұрламағандарын түсіндіреді. Кенеттен сол жерге Луфи келеді де, көтені айырылып жатқан Хачиді көріп, кімнен кек алу керектігін сұрайды. Хачи болса әдеттегідей төбелеске араласпай, Луфиларға тезірек кетулерін өтінеді. Акула шыдай алмай Ширахошиді құсып жібергенде, барлығы Ханшайымның сарайда емес екендігіне таң қалып қалады. Чоппер Ханшайымды Санжи көретін болса, оның жүрегі шыдамай өліп кетуі мүмкін екендігін түсінеді де, Санжиға қарамауын өтінеді. Санжи болса артында русалкалардың Ханшайымы тұрғанын түсінеді де, Я готов умереть!
Санжи өзінің қиялы қаншалықты қате болғанын түсінеді де, кенеттен тасқа айналып кеткенде, Чоппер бұндай реакцияның себебі қан құйғандықтан пайда болды деген болжам жасайды. Сол сәтте Каралдың үстіндегі Вандердекен ұшып келе жатады да Ширахошиға үйленуге ұсыныс жасайды. Тұрғындар 10 жыл бойы балта лақтырып үйленуге ұсыныс жасап жатқан Дейкинға наразы болады. Вы не в моем вкусе. Барлығы бұндай жауапқа ахуе болып тұрғанда, Вандердекен сезімі тапталғандықтан Ширахошиді өлтіріп тастамақшы болады. Луфи болса өзін ұстап тұрған тұрғындардан кешірім сұрап, волясымен талдырып тастайды да, екінші гирімен Каралдың бытшын шығарады. Сосын Ширахошиға балта лақтырып жүрген осы далбан екенін түсініп, Вандердекенді әтәт қылады. Ширахошиға арқанды тезірек шешуін өтінеді де, акулаға мінгесіп алып сапарларын жалғастырады. Вандердекен болса орнынан тұрады да Луфиді тоқтату үшін Вадацумиді шақырады. Ал Луфи қайтадан екінші гирін қоса салады да, реактивный пистолетпен великанның тісін қағып тастап сапарларын жалғастырады. Кейми Намиға Ходи Джонстың мықты ғана емес, еще өте қу екендігін ескерткенде, Нами оған Зороның имба екендігін түсіндіріп, уайымдамай-ақ қоюын өтінеді. Сосын бұрынғы Шичибукай Джимбей туралы сұрағанда, Кейми Джимбейдің пират болса да, бұл жерде оны барлығы қатты сыйлайтындығын түсіндіреді. Нептун естерін жинап алған соң бірақ, жауап соққы береміз деп, әзірше сарайдан кетеміз деген шешім қабылдайды. Ходи Джонс Зороға ауа жетпей жатқанын көріп, оны біраз балағаттайды да, жеңіле салуға ұсыныс жасағанда, Зоро татағымды жемеш деп, сол сәтте Джонсты айырып тастайды. Предсмертная песня лева. Зоро түн шыға бастайды. Балық адамдар болса наркотиктарын жеп алады да, күштері артып кетіп, біреуі Зороны енді су бетіне шыққан сәтте ұстап алады. Балық адамдардың күштері негізі жай адамдыкінен 10 есе артық. Ал мыналарың еще наркотик жеп алған. Ал Зороның уже зайыбалы шығып кетіп, 360 фунттық соққымен өзіне судың бетіне шығуға мүмкіндік жасап алады. Нептун судың астында демалуға мүмкіндік беретін Карал береді де, сулы шторммен соққы жібереді. Жаудың біреуі Ходиға наркотик беріп үлгереді. Нептунның әскері сарайдан қаша бастайды. Нептун болса белін ауыртып алып, бұндай шайқасқа уже кәрі екендігін айтады да, китіне жармасып алады. Алайда Нептунның өзі ұсталып қалғандықтан китін жібере салып, Ходидің қолына түсіп қалады. Зоро су астында демалатын Каралға жете алмай қалады. Есесіне Брук Каралды иеленіп үлгереді. Луфи Фрэнкиларға жетеді де Ширахошиді қорқақ қыз деп таныстырып жатқанда, кенеттен арттарынан Джимбей келеді. Джимбей Луфидің бұл жерге Фукабушидің хабарын алмай келгеніне таңғалып қалады. Давно не виделись. О, принцесса Ширахоши, и ты здесь? Чё? Джимбе Ширахошидің бұл жерде не істеп жүргенін түсінбей тұрады. Санжи болса сальто-мальтосын айналып, қыз көргенде жасайтын әдеттегі өзінің әрекеттерін жасайды. Луфи Саузен Санидің үстінен бір бейтаныс адамды байқап қалғанда, Фрэнки ол кісінің Томсанның бауыры екендігін, және ол кемеге покрытие жасаумен айналысатынын түсіндіреді. Плотник, покрывший твоего младшего брата. Ну, что-то вроде того. Джимбе ханшайымға сарайдың сыртында жүрген қауіпті екендігін түсіндіріп жатқанда, Луфи ұшып келген кезекті балтаны тоқтатады да, жанында өзі жүрген уақытта Вандердекеннен қорқудың қажеті жоқ екендігін түсіндіреді. Ширахоши анасының зиратына жеткенде, Джимбе Луфиларға Ширахошидің анасы балық адамдар мен кәдімгі адамдар болашақта бейбіт өмір сүргендерін қалағанын айтады. Сол жерге Нами мен Кейми жетеді. И принцесса Ширахоши с ними. Кейми да ханшайымның мында жүргеніне ахуе. Кенеттен Джимбей Луфилардан кешірім сұрайды. Себебі 11 жыл бұрын Арлонгтың Исплюді кошмарить еткеніне Джимбейдің де кішкене қатысы бар екен. Сосын Джимбей Луфиға Арлонгты тоқтатқаны үшін алғыс айтады. Алайда Джимбейдің Арлонгқа қатысы бар деген жаңалық таң қаларлық болды. Әсіресе Намиға. Робин болса осы уақыттарда көптен бері іздеп жүрген Панеглифті тауып алады. Нептунның әскері не істейтіндерін білмей тұрады да, алдымен ханзадаларды тауып алып, контр шабуылға шығамыз деген шешім қабылдайды. Ходи Джонстың пираттары қарапайым халыққа патшайымның суретін таптауға мәжбүр қыла бастайды да, қарсы болғандардың көтендерін айырумен айналыса бастайды. Батпақпас русалкаларды ұрлауын жалғастырып, Ширахошиді байқап қалады да, соны ұрлап кетуді жоспарлай бастайды. Теңіз орманында Луфилар Джимбейдің Арлонгқа қалай
қалай қатысы бар екенін сұрай бастайды да Санджи Джинбей мен Арлонг бірге деп есептегендіктен Маринфордтағы шайқаста Джинбейдің Луфиға көмектескенін естіп в ахуе болғанын айтады. Сосын Джинбейға ақталатын нәрселерін айтуға кеңес беріп, Намидің өскен ауылы ұзақ уақыт Арлонгтың қыспағында болғанын түсіндіреді. Кішкене флешбек. Арлонг Намидің ауылына келеді де өмірі үшін айына 200 мың төлей алмайтын адамдарды қыра бастайды. Ночико, Нами! Я люблю вас. Намидің салған ауылдың картасын тауып алады да Арлонг Намидің пайдасы тиеді деп есептеп өзімен ала кетеді. Нами олардың қолында құл сияқты жүріп, 100 миллион тауып берсең ауылды босатамын деген Арлонгпен келісімге отырып, неше түрлі жолдармен ақшаны табады. Ценный навигатор. Нами кенеттен Арлонгтың көрсеткен жауыздығы жүрегінде мәңгілікке қалатынын айтып, алайда адамдар Кеймиді ұстап алған уақытта в ахуе болғанын қосады. Оған қоса Саубудида көрген ғимарат тура Арлонг парк сияқты екендігін айтқанда, Хачи Арлонгтың шынымен адамдарды жек көргенін қосады. Бірақ негізі олар басында адамдармен бірге өмір сүргілері келген екен. Шигол кездерінде олар Саубуди паркты тамашалауға жиі барып тұрыпты. 200 жыл бұрын Рюга патшалығы ресми түрде теңіз билігінің құрамына кірген болатын. Кенеттен әңгімеге Дэн қосылып, балық адамдар аралына ең қиын кезең пираттар дәуірі басталғанда келгенін айтады. Пираттар уже шектен шыққан уақытта оның бәрін тоқтатқан Белаус екен. Ол аралды өзінің аймағы деп жариялап, балық адамдар аралында бейбітшілік басталған. Бірақ адамдардың қарым-қатынасы бұрынғыдай қалып қойған. Алайда дәуірді өзгерткісі келгендер де болған. Ширахошидің анасы және 100 құлдарды босатқан Фишер Тайгер. Сосын Фишер Тайгер босатқан құлдарын жинап, күн астындағы пираттарды құрады да Джинбей, Хачи және Арлонгты сол командаға кіреді. Кенеттен флешбек. 16 жыл бұрын балық адамдар аралында бір тонаушы қашып бара жатқанда, патшайым оны қуып жетіп шапалақпен маңқ еткізеді. Қатты маңқ еткізгені соншалық шапалақпен қолын сындырып алады. Сосын патшайым шапалақтарын жаудырып, бала шағасы аш жатқанын айтып жатқан тонаушыны тәрбиелей бастайды. Я делаю это ради него. Не придется переломать себе все руки. Я хочу, чтобы он понял. Нәтижесінде тонаушы тәрбиеленіп, дұрыс жолға түсуге уәде береді. Патшайым үнемі халықтың алдына шығып, адамдардың өздерінен айырмашылықтары бар болса да, олардың көбісі жақсы екендерін айтып, адамдармен бірге өмір сүруге халықтың қолдарын жинай бастайды. В общем, патшайымның ойлағаны іске аспай жүреді. Балық адамдар ауданының старшагы болған Фишер Тайгер әлемді көріп қайтуға сапарға аттанады. 25 жастағы Арлонг өз ауданында бір сарбазды тамағынан алып, адамдармен бірігу өте үлкен қателік екендігін түсіндіре бастайды. 30 жастағы әскери қызметші болған Джинбей жиналған қолдарға похуй болса да, патшайымның қалауы сол болғандықтан Арлонгқа сарбазды жіберуін талап етеді. Не надо злиться, братан. Сол сәтте арт жақтан Фишер Тайгер қайтып келіп, Джинбейдің көмегімен Нептунмен кездесуге келеді де, қабылдаған шешімін өзгертпейтіндігін тек ескертуге келгенін айтады. Ондай шешімге келетіндей сапарыңда соншалықты нені көрдің? Адамдарды! Бірнеше күннен кейін Фишер Тайгер қасиетті жер Мериджоаға шабуыл жасайды. Джинбей старшактары Тайгер пираттық команда жинап жатқанын естіп, әскер қатарынан кетіп қалады. Арлонгтың пираттары да Тайгерға қосылады. Қолдық белгі күн пираттарының белгісімен жасырылады. Патшайым халықтарының қолдарын жинауын жалғастырады, ал Фишер Тайгер бастаған күн пираттары адамдарға қарсы шайқасуларын жалғастырып, кездескен дозорныйларды чаттан шығара бастайды. Кезекті бір дозорныйларды айырып жатқан уақытта Тайгер бір командирді кемеден лақтырмақшы болады да кенеттен тоқтап қалып, ешкімді өлтірмейтіндерін айтады. Арлонг болса шайқасқа беріліп кетіп, алдына шыққан дозорныйларды кезек қыра бастайды. Бір сарбаз адмирал Кизаруға күн пираттары жайлы баяндап, олар күтпеген жерден су астынан шабуылдайтын болғандықтан, оларға қарсы шайқасы өте қиын екендігін түсіндіреді де, оларды бастаған Фишер Тайгер, Арлонг және Джинбей екендігін баяндайды. Фишер Тайгер енді ешкімді өлтірмейміз деген шешім қабылдағанда, Арлонг қарсы болып, адамдар өздерінен қорыққандарын қаласа, әлемдегі барлық адамдарды қырып тастау керек деген пікірін айтады. Түнде Тайгер Джинбеймен жеке сөйлесіп, адамдарға жақсы қарағысы келсе де, өзі Тенерюбитада құл болғандықтан өте қиын екендігін түсіндіреді. Подпишитесь здесь. Нет, ваше высочество. Фишер Тайгер 230 миллион, Джинбей 76 миллион. Тухтары вагон бір NPC-лар 3 жыл бойы Тенерюбитаның қашып кеткен кішкентай құлын жасырып, Тайгерларға ол қызды өте алыста орналасқан отанына жеткізіп тастауды өтінеді. Тайгер өтінішті қабыл алады, ал Арлонг сәлемдесу ретінде қыз
қызды маңқ еткізіп, адамдар үлкен ба кіші ма бәрібір олардың бәрі өте қатыгез екендігін айтады. Простите, если я буду работать, тогда вы, наверное, не убьете меня. В общем, Тени Рюбита жылаған немесе шаршаған құлдардың бәрін өлтіріп тастайтын болғандықтан, қыздың ой санасы құл болудан басқа ештеме білмейді екен. Тайгер қыздың құлдық белгісін күн белгісіне өзгертеді де, оның көзінше қаруын теңізге лақтырып жібергенде, қыздың санасы кішкене өзгере бастайды. Сосын Тайгер қызды үйіне жеткізіп тастайтындарын айтқанда, қыздың жүрегі пішнә болып кетеді. Алайда Арлон кішкентай қызды кошмар етуін жалғастырады. В общем, Арлонгтың қарсы болғанына қарамастан, барлығы қызды үйіне апарып тастауға шығып, ұзақ бірге болғандықтан бауыр басып кетеді. Нәтижесінде қыздың отанына жетеді де, Фишер Тайгер жалғыз өзі қызды ата-анасына жеткізіп тастауды шешеді. Арлонг бұның бәрі Атахиме патшайымның әрекеттері сияқты дым пайдасыз әрекеттер екендігін айтады. Әрімен қыз ата-анасымен қауышып жатқан уақытта, аралдың тұрғындары Тайгерді көріп, оған деген сенімсіздіктерін көрсете бастайды. Алайда кішкентай қыз Тайгерлердің өзіне көмектескенін айтып, Тайгерға сәтті сапар тілейді. Кемеге қайтып бара жатқанда Тайгерді засада тосып алады. Аралдың бір тұрғыны Тени Рюбитаның құлы осында деген ақпарат ары қарай кетпесін деген келісіммен Тайгерді дозорға сатып жіберген екен. Нәтижесінде вице-адмирал Тайгерға сол жерде үкім шығарады. Бірнеше дозорный кемелер күн пираттарын қоршай бастағанда, айттым сендерге, тыңдамайсыңдар бар ғой. Фишер Тайгер дозормен шайқасын жалғастырады. Кішкентай қыз оқтың даусын естіп уайымдай бастайды. Соңғы сәтте көмекке Джимбей келеді де вице-адмиралмен шайқаса бастайды. В общем, нәтижесінде күн пираттары бір дозорный кемемен қашып кетеді. Тайгер өте көп қан жоғалтады. Оның қан тобы өте сирек кездесетін топ болғандықтан, құюға тек адамның қаны ғана болады. Алайда Тайгердің адамдарға деген көңілі қатты қалып қойғандықтан, адамның қанымен өмір сүргенше, одан да өлгені артық екендігін айтады. Сосын соңғы сапарында Тени Рюбитаның құлы болғанын мойындайды да, олардың қатыгез екендігін көргендіктен басқа да құлдарға көмектескенін қосады. Барлығына болған жағдайды ешкімге айтпауларын өтініп, негізі әлемде жақсы адамдар да бар екендігін айтып, жалғыз үміт бағанағы кішкентай қыз сияқты жаңа ұрпақта екендігін түсіндіреді. Если больше никто не хочет бросить мне вызов, то с этого момента я беру квартал рыболюдей под свой контроль. Меня зовут Тайгер. Теперь я ваш брат, и вы всегда можете положиться на меня. Сосын Фишер Тайгер қайтыс болады. Босс! Арлонг Тайгер братандары ақмақ болды деген оймен бірден кек алуға аттанады да, бірнеше дозорный кемелерді қиратып, Кизаруды кездестіріп қалады. Собираюсь убить всех людей, предавших братишку Тая. Кизару Тайгердің қаза тапқанын естіп, Арлонгты ақпарат алу үшін G2 деген түрмеге қамап тастайды. Арлонг психологтың алдында отырғандай Фишер Тайгердің адамға жақсылық жасап жүріп, сол адамның қолынан қаза тапқанын айтады. Газетте Тайгердің адамның қанынан бас тартқандықтан қаза тапты деп жазылып кетеді. Джимбей күн пираттарының капитаны болып, уайым қайғысын ұмыту үшін шайқастың артынан шайқасқа шығады. Нәтижесінде оның басына тігілген сума 230 миллионға жеткенде, оған Шичибукай болуға ұсыныс жасалынады. Джимбей Нептунмен ақылдасып, Шичибукай болуға келісетін болса, балық адамдар аралында тығылып жүрген құлдар іздеуден алынып, Арлонгтың босатылатындығын айтады. Атахиме патшайым тұрғындардың қолдарын жинауын жалғастырады да, неге барлығы қарсы екенін түсінбей тұрғанда, бір тұрғын көргендері тек пираттар ғана болғандықтан, адамдармен бірге өмір сүргісі келмейтінін түсіндіреді. Сол сәтте уже жиналған қағаздың иелері ойларын өзгертіп, қол қойған қағаздарын алып кетеді. Біраз уақыт өткен соң Атахиме патшайым теңіз өте үлкен болса да, именно осы жерге күннің көзі жеткендіктен ғана жүргендерін айтып, адамдармен келісімге отырып, теңіздің бетіне шығу үшін қол жинау керек екендігін түсіндіреді. Джимбей Шичибукай болуға келісуді шешеді де, Арлонг бостандыққа шығады. Арлонг бірден Джимбейдің адамдарға қызмет етіп жүргеніне наразы болады да, екеуі пытырласып, Джимбей оның көтенін айырып тастайды. Нәтижесінде күн пираттары ыдырап, Арлонг қолдаушыларымен бөлек кетеді. Кенеттен балық адамдар аралына морской корольдар шайнап тастаған кеме келеді. Тени Рюбита, лорд Миасгард. Миасгард тапаншасымен атқылай бастайды да, дереу дәрігер шақыруларын талап ете бастайды. Вандердекен қандай жағдай болса да ешқашан адамдарға қызмет етпейтінін айтады. Джимби, как пират, ничто по сравнению со мной, я так думаю.
Кенеттен Тени Рюбитаға бұрынғы таныстары келіп, жер домалар я дегенде, Миасгард өзінің Тени Рюбита екендігін айтып, дереу өзін ешкім емдемейтін болса, адмиралдар келіп аралды қирататындарын ескертеді. Бұрынғы құлдар болса дәл осы жерде оны өлтіретіндерін айтып, ал халық ешкімге айтпайтындығын түсіндіргенде, халық я деп айқайлайды. Алайда оқ атылған соңғы сәтте Миасгардты денесімен Атахиме патшайым құтқарып қалады да, қатыгездікпен тоқтата алмайсың деп жатқанда, кенеттен Миасгард тапаншасын патшайымға тақап, аузына келгенін оттай бастайды. Бұны көріп тұрған Ширахошида паника басталып кетеді. Мамочка! В общем, Ширахоши морской корольдарды көмекке шақыра алатын қабілетті иеленеді екен. Ал Вандердекен бірінші болса, именно осы қабілетті иеленетін русалканы табу үшін теңіз астына түскен екен. Яғни 100 жылда тек бір рет қана морской корольдармен сөйлесе алатын русалка дүниеге келетін болғандықтан, Вандердекен 9-шы Ширахошиды қолға түсіруді көздей бастаған. Әрмен Тени Рюбита қайтып бара жатқанда, кенеттен Атахиме бірге барып қайтуды шешеді де, егер өзі адамдардың жеріне аман есен барып келетін болса, олардан қорқудың қажеті жоқ екенін дәлелдейтіндігін айтады. Нәтижесінде патшалықтың іші уайымға тола бастайды. Вандердекен Нептунның қазыналарының ішінде кез келген тірі жанды қартайта алатын шкатулка бар екендігін естіп, соның көмегімен тезірек Ширахошиды әйелі қылып алуды шешеді. Сейчас же разошлю свадебные приглашения своим друзьям. Ой, у меня ведь нет друзей. Әрмен Атахиме патшайым аман есен Рюга патшалығына оралады да, әлемдік жиналысқа қатысып, барлық балық адамдар тұрғындары қол қойып келісетін болса, жер бетіне көшуге рұқсат алғанын айтады. Нәтижесінде халық патшайымдарын қолдап, бірінен кейін бірі келісімдерін бере бастайды. Атахиме ұлдарына Ширахошидің морской корольдармен сөйлесетін қабілеті үлкен жойқын күш екенін түсіндіреді. Келесі күні кенеттен қолдарды жинаған қағаздар өртеніп кетіп, Атахиме қолдары күйсе де қағаздарды құтқара бастайды. Кенеттен біреу патшайымды атып тастайды. Атахиме болса балаларына кек сақтамауларын өтініп, ең бастысы петицияны жалғастыру керек екендігін айтады. Ширахоши бұны көріп бақыра бастайды. Абайсызда морской корольдар мен балық адамдар аралын жойып жіберуі мүмкін болғандықтан, ханзадалар көңілін аулай бастайды. Мы троем всегда будем рядом с тобой, Лясидо! Так весело! Өздерінің ішкі дәстүрі бойынша саусақтарын біріктіріп, Атахиме көз жұмады. Кенеттен Ходи Джонс атқан адамды тапқанын айтқанда, Джимбей оны тоқтатпақшы болады. Алайда Ходи тыңдамай халықтың алдына шығады да, патшайымдарын өлтірген адам екендігін жариялайды. Королева Атахиме была убита человеком! Нептун сарайда қамалып алып, ашуы басылғанша өзін босатпауларын бұйырады да, сарайдың ішінде барлық ашуын босатады. Жерлеу рәсімінде Ширахоши өзіне келген хатты көрсетеді. Я люблю тебя, я так думаю. Выходи за меня, Вандердекен. Фукабуши тікелей эфир арқылы болған жағдайдан кейін халықтың ойы өзгеріп кеткенін түсінетіндігін айтады. Алайда уақыт өтіп, ашу басылған соң петицияны жалғастыруға шақырады. А когда придет время, и раны на наших сердцах заживут, и все вместе помечтаем о солнце! Сол уақыттан бері 10 жыл өтіп, Нептун, ханшайым және ханзадалардың көмегімен барлық қолдар қайтадан жиналған екен. Джимбей Намидің ашуын түсінетіндігін айтып, жемқор дозорнилардың кесірінен Арлонгтың әрекеттері жасырылмағанда, оны тоқтатушы едім деп ақталады. Санжи болса кешірімнен пайда жоқ деп Джимбейға харакири жасауға ұсыныс жасайды. Алайда Санжиді Нами тоқтатып, тек Арлонгты ғана жек көретіндігін түсіндіреді де, соның кесірінен или арқасында Мугиваралық болғанына қуанышты екендігін айтады. Не позволяй гневу овладеть тобой. Говорите жителям острова ничего. Вы двое выросли вместе, и он такой же, как ты. Фрэнкидің көңілі босап кетеді, ал Луфи ұйықтап қалған екен. Ояна салысымен патшайым маңқ еткізген ұры не болды деп сұрағаннан, бүкіл оқиғада ұйықтап жатқаны белгілі болады. Әрмен Ходи тікелей эфир арқылы халыққа патшайымның адамның қолынан қаза тапқанын естеріне түсіреді де, сағат түскі 12-де орталық алаңда патшаның басын алып, жаңа балық адамдар дәуірін келтіріп, өзі патша болатындығын жариялайды. Балық адамдар ауданынан Ходи Джонстың үлкен әскері тартыла бастайды. Ходи қол қойылған қағаздарды қарап, қол қойғандарды артынан жазалайтындығын жариялайды. Сарайда ілініп қойған Усоп, Брук және Зоро босатылу жолдарын қарастыра бастайды. Ширахоши бірден әкесіне көмекке асығады. Алайда оны Джимбей
бермей тоқтатып, шабуылға жоспар керек екендігін түсіндіреді. Кенеттен Брук 2 жылда денесінен шығуды үйренген екен. Флешбек: 1,5 жыл бұрын оның шабыты жабылып қалып, өлеңдері ретке өтпей қалғанда, ішкі санасын ояту барысында денесінен шығуды үйреніп алыпты. Что произошло? Луфи достарына көмек керек екендігін түсініп, бірден көмекке бармақшы болғанда, Джинбей оны рыба каратесімен ұшырып жіберіп тоқтатады. Нәтижесінде екеуі шайқаса бастағанда, кенеттен орталарында Робин пайда болады. Санджи Робинді құтқармақшы болғанда, ол Робиннің клоны болып шығып, үшеуі де бір-бірінің соққыларын жеп, Мы ведь друзья, не так ли? Фукабуши Ходидің жауынгерлерімен шайқаса бастайды да, барлығын байлап тастап, сол жердегі NPC-ларға күзетуге қалдырып кетеді. Ходидің Зородан алған жарақаты ауыра бергендіктен наркотикті опыра бастайды. Брук Папактың бос жүргенін айтып қалғанда, Усопсодан көмек сұрауға кеңес береді. Зоро тек семсерді әкелсеңдер босатылатындарын түсіндіреді. Папак шығатын жақта таппай жүргенде бір дауыстарды естіп, Бруктың духын көреді де көтені дірілдеп қаша бастайды. Джинбей түсіндіре бастайды. Егер Луфи просто Ходиді айырып тастайтын болса, халық бұның бәрін Фишер Тайгер және Атахиме патшайымның оқиғасы қайталанғандай қабылдайтындығын түсіндіреді. Бірақ егер дұрыс әрекет жасайтын болса, Луфи герой болады. Ходидің жауынгеріне біреу технично наркотик беріп жібергенде, ол сол сәтте күшейіп кетіп, күзетіп тұрған NPC-ларды шашып тастайды да Всю рожу разобью, Зуган! орталық алаңға қарай тартылады. Мына сегізаяқ ішімдікке тіреліп алады да, ол мас күйінде кездескен нәрсенің бәрін турап тастайтындығы белгілі болады. Невидимка командир көрінбейтін қабілетімен жауларды айыратындығын айтып тұрғанда, қол астындағылары тараканды өлтірмекші болып, абайсызда командирлерін тепкілеп тастайды. Ал командир ештеме болмағандай түр жасап, жауларды айыратындығын айтуды жалғастырады. Ханзадалар жолда мугиваралықтардың жақсы адамдар болуы мүмкін екендігін талқылай бастайды. Бір балық аю министрларды әскермен бірге айырып тастайды. Ходидің бір кальмар жауынгері оттың жанында кеуіп қалады екен. Хотел меня поджарить и съесть, я убью тебя, Хи! Я и не думал об этом, идиот! Ой, простите. Кальмарлы найзасымен бүкіл сұйықтығын сорып алады да, соққылармен лепешка жасап тастайды. Ходи тым көп наркотик жеп қойғандықтан шашы ағарып кетеді де, өз-өзін өте жақсы сезініп тұрып, 100 есе мықты болып кеткен тамшылы соққысымен соққы жібереді. Вандердеккенің көңілі түсіп кетіп, кенеттен жанында тұрған мыңдаған жыл бұрын құрастырылған өте үлкен кеме Нойды байқап қалады да, Ширахошиді аралмен бірге жойып жіберетін жоспар ойлап табады. NPC шиголдар жағдайды жоғарыдан тамашалауға келеді, ал Ходи барлық күшін бір жерге жинап, мугиваралықтардың қадамын тосып отырады. Бір духовистый сарбаз өз-өзін Ходимен бірге жарып жібермекші болады. Алайда Ходи тым қиналмастан тамшы соққысын жібергенде, тамшы еще тағы бірнеше ғимараттарды жарып өтеді. Сол сәтте бірінші болып ханзадалар келеді де, әр қайсысы бір-бір құбыжық балықтан талдырып тастайды. Ал балықтары балық аюды чаттан шығарып жібереді. Алайда Ходидің элитный жауынгерлері іске қосылып, сол сәтте ханзадаларды кезек-кезек айырып тастайды. Акуланың үстінде отырған Джинбей мен Ширахоши болмайтын бір тұзаққа түсіп қалып, Нептун мен ханзадалардың байланып тұрған орталық алаңға алып келінеді. Ходи Джонс бөгет болатындардың бәрі қолға түскеніне қуанып отырып, тек Мугивараның әрекетін тосып отырады. На всякий случай деп 70 мың шайқаса алатын балық адамдар мен 30 мың ұсталған пират құлдарын орталық алаңға жинап алады. Сосын кенеттен бәрінің көзінше Атахиме патшайымға оқ атқан өзі екендігін мойындайды. Было идеальное убийство! Стоящий сейчас прямо перед тобой убил твою мать! Я всегда это знала. Ширахошиға бұл құпияны баяғыда акула айтып берген екен. Вандердеккен қолғабын шешеді де, Ной деп аталатын өте үлкен кемеге қолын тигізіп, балық адамдар аралымен қоштасады. Бросил Ной! Ширахоши! Он ведь размером с половину острова рыба-людей. Нептунның басын шабатын уақыт келген соңғы сәтте акула бірдемені құсып жібереді. Ходи не құсқанын анықтай алмай тұрғанда шайқас алаңына Луфи келеді. Ходи есін жинап, 100 мыңдық әскеріне Луфиді өлтіруді бұйырады. Убейте его!
Ал Луфи Волясының көмегімен 50 000 әскерді талдырып тастаған сәтте 555 серия аяқталады. Видеоны соңына дейін көрген жандарға миллиондаған алғысымды білдіремін. Видео ұнаса лайк басып, жалғасын жіберіп алмау үшін арнаға тіркеліп алуға өтініп тұрып кеңес беремін. Әрі мен әдеттегідей келесі видеода кездескенше